Итальян тілін үйреніп бастап жатқандарға сәлем, менің атым Марина Мамакова, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіз білесіңіз бе, итальян тілінде көп сөздер қос дауыссыз дыбыстармен келеді. Пицца, нотте, сонно, донна. Итальян тілінде қос дауыссыз дыбыстарды міндетті түрде анық айту керек. Ол өте маңызды. Себебі анық айтылмаған кезде сөздің мағынасы өзгеріп кетуі мүмкін. Мысалы, пала, күрек. Осы сөзді қос әллемен айтып қараймыз. Пalla, доп. Пала, күрек. Пalla, доп. Келесі сөз пена, жаза. Penna, қалам. Camino, камин. Cammino, жүру. Cappello, шаш. Cappello, бас киім. Ал енді сіз қандай қос дауыссыз дыбыстар бар итальян сөздерді білесіңіз? Төменге комментарияға жазып қойыңыздар. Ал енді мен сіздермен қоштасамын. Егер де сізге бұл видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз және менің каналыма тіркеліңіз. Бәріңізге рахмет. Чао-чао.